Бүгінгі үйренетін, қайталатын сөздердің тізімін осылай болады. Тыңдаңыздар. Алдымен қысу, жасыру, қу, қорытындысында, дегенмен, алайда, амал жоқ, амал, ерену, қарамастан, әзірше, серуен. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Тыңдаңыздар. Сперва. Сжимать. Скрывать. Хитрый. В результате. Однако. Невозможно, ничего не поделаешь. Действие. Лениться. Несмотря на. Пока что. Прогулка. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жаздамын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Гаджеттен детокс. Бала өзінің ұялы телефонын жақсы көреді. Жақсы көреді дегеннен тым кем сөзі. Оның телефонына қарай ақырындап құмарлық дамытты. Тәуелдік пайда болды. Баланың ата-анасы не істерін білмей қалды. Бала оқудан артына қалып, ешқандай басқа амалды жасқысы келмеді. Ата-анасы бір ақылды қарт адамынан ақыл сұрады. Ақсақал ауылда өмір бойы тұрғандықтан табиғатпен айналысын қатты бағалады. Ол ата-анасына: баласын алдымен ауылға жас кезінде жіберіңдер. 2-3 айдан кейін қайтып келгендерінде баласын танымайсыңдар деп айтты. Отағасы ақсақалдың ақылына келісіп, баласынан жоспарды жасырайықшы деп әйеліне айтты. Алайда, баламды далаға қалай сөйлеуге болады деп ойлады ол. Бала әрқашан компьютер ойнап жүр. Менің қу жоспарымды ойлап табу керек деп отағасы баласының анасына айтты. Баласына әзірше ол бармақ туралы айтпай, серуеніне шақырды. Әкесінің қу жоспарына қарамастан, бала серуеннен бас тартты. Ашуланып, әкесі оның қолын қысып, оны сыртқа тартты. Онда анасы жүргізуші орнында отырып, көлігіне күтті. Олар екеуі бірге баласын көлігінің ішіне сүйреп тартып, жолға шығып, ауылға қарай барды. Ақырында бала амал жоқ деп ата-анасына бағынды. Ауылға келгеннен соң оларды ақсақал қарсы алды. Ол балаға шаруашылығын көрсетіп, алдымен үй жануарларға қамқор боласың деп айтты. Малдарға қамқор болу үшін ерінбеу керек, әйтпесе өмір сені жазалайды деп ескертіп айтты. Бала ойлана бастады. Өмір жазалайды деген не білдіреді? Дегенмен, ол еш нәрсе дәл сол сәтте айтпады. Бұл нені білдіретінін әжесінен сұраймын деп ойлады. Бір күні әжесі оған ашаршылық кезең туралы әңгімесін айтты. Бала бәрін түсінді. Бала жаз бойы ауыл шаруасымен айналысып, қорытындысында гаджеттерден тәуелдігін жеңді.
Ол сиыр суында ат суруын, шөп шабуын тағы басқа дағдыларды жатап үйренді. Қалаға келгенде телефонды қолына алмаймын деп ата анасына уәде берді. Келесі жаттығуда синхрон аудармасының жасауды тырысайық. Мәтінді орыс тіліне оқимын, сіздер оны қазақ тіліне аударуды тырысыңыз. Тыңдаңыздар. Детокс от гаджетов. Ребенок очень любил свой мобильный телефон. Любил – это слишком слабо сказано. Глядя на телефон, он постепенно, понемногу развил в себе страсть. У него появилась зависимость. Родители ребенка не знали, что делать. Он отстал по учебе и не хотел предпринимать никаких других действий. Родители попросили совета у одного мудрого старика. Аксакал, поскольку всю жизнь прожил в ауле, высоко ценил связь с природой. Он сказал родителям: отправьте сначала своего ребенка летом в аул, а через 2-3 месяца, когда вы вернетесь, вы не узнаете его. Глава семьи согласился с советом Аксакала и сказал жене: давай скроем свой план от сына. Однако тут же подумал: как же мне вытащить ребенка на улицу? Он все время играет в компьютере. И тогда отец сказал матери ребенка: нужно придумать хитрый план. Не говоря пока сыну, что тот отправится в аул, он позвал его на прогулку. Но, несмотря на хитрый план отца, ребенок отказался идти. Рассердившись, отец сжал его руку и силком вытащил на улицу. Там мать уже сидела в машине на месте водителя и ждала с нетерпением. Они вдвоем затащили ребенка внутрь машины, выехали на трассу и отправились в сторону аула. В конце концов ребенок, понимая, что ничего не поделаешь, подчинился родителям. После того, как приехали в аул, их встретил Аксакал. Он показал ребенку хозяйство и сказал: сначала будешь заботиться о домашних животных. Он предупредил, что для ухода за скотом нельзя лениться, иначе жизнь тебя накажет. Ребенок начал думать, что значит жизнь накажет. Однако он ничего не сказал в тот момент. Он подумал: спрошу у бабушки, что это значит. И вот однажды бабушка рассказала ему о том, что такое ашар-шелык, то есть голод. Ребенок все понял. Все лето ребенок занимался сельским хозяйством и в итоге победил свою зависимость от гаджетов. Он научился доить корову, поить лошадей, косить траву, а также освоил другие навыки. Приехав в город, он обещал родителям не прикасаться к телефону.